Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қымбатты спорт сүйер қауым, инспорт бағдарламасына қош келдіңіздер. Бүгін студиямыздың қонағы дзюдо күрестен Париж Олимпиадасының қола жүлдегері, әлем чемпионатының күміс жүлдегері Осман Қырғызбаев. Осман, студиямызға қош келдің. Қош көрдік. Қазір енді мынау дзюдо күресінен жуырда ғана Астанада, осыдан бір ай бұрын Grand Slam Қазақстан барысы турнирі өтті. Үлкен жарыс, қатарынан 4-ші жыл. Жалпы осы жарысқа қанша жыл қатыстың, өзің жеткен жетістігін жайлы айтып кетсең? Енді осы 4 рет болды, соны екеуінде орын алдым, 2 рет күміс медальға ие болдым. Енді осы жыл соңғы жыл ғой негізі елімізде өтіп жатқан. Осы жылы барлық күш-жігерімізді жинап алтын алсақ деген ой болған ғой, алтын алсам деген. Енді бұйырмады, енді бұйырса енді. Оның үстіне жаттығу жиындарыңды көрдік, өте тыңғылықты дайындалдыңдар ғой? Жаттығуым жақсы болды. Оның алдында Жапония елінде 15 күндей жапон спортшыларымен шеберлігімізді ауыстырып, жақсы дайындалып келгенбіз. Білмеймін, енді бұйырмады, бір нәрсе сәл жетпей қалды. Дәл осы ширек финалға дейін сүрінбей өтіп, ширек финалда өзбек палуанына, өзбек палуанына, япон әдісімен. Голды скорда, голды неде Олимпиада жүлдегер емес болды. Жоқ, ол спорт мен өзім бірінші рет көрдім, шынын айтқан кезде. Спортшыны ма? Бірақ күрес өзбектер жалпы 3-4 бар, бір-біріне ұқсайды. Сол қайсысы екенін білмей жүрген ма негізі. Фамилиялары да ұқсайды. Жалпы айтқанда ол баланы өзім бірінші рет кездестім да. Негізгі ол салмақтағы басты қарсыластардың бірі ресейлік балуан еді ғой, Ресейлік балуан болатын, негізі Абдуллаев Рамазан деген. Жалпы осы салмақтағы басты қарсыластардың бірі ме? Жалпы тек бізде ғана емес, жаңағы Ресей палуанын айтамын. Жалпы ол, әлемде де өзінің Ресей спортшылары дзюдода өзінің орын алған спортшылар. Жаңағы Абдуллаев Рамазан, енді Шопан, Мұрат деген жігіттер бар, екеуі қазір таңда бірінші, екінші нөмірі. Осы Grand Slam жарысында 66 келіден қанша палуан түсті бізден? Бізден 4 түсті ғой, 4 палуан түсті. Жалпы нәтиже қалайды болайсың. Жалпы енді Қазақстан барысы турнирдің қорытындысы бойынша 2 алтын, 2 күміс, бізде 4 қола. Жалпы алдыңғы болған жарыстардан қайда жақсы ғой. Алтын бізде алтын болған жоқ. Бірақ алтын болды жаңағы осы уақытқа дейін. Осы жарыста 2 алтын болып, бір сөзбен айтқанда тарих істеді ғой. Оның алла жазса 400 Grand Slam турнирін өткіздік. Бұл да үлкен еліміз үшін мәртебе. Енді алла жазса келесі жылы елімізде осының қорытындысы ретінде әлем чемпионаты. Әлем чемпионаты өтеді. Бұл да енді біздің командаларымыз үшін, жалпы еліміз үшін өте жақсы көрсеткіш деп есептейміз. Олимпиада ойындарының алдындағы соңғы әлем чемпионаты ғой. Ол жерде енді елімізде болған екен, халықтың қолдауы бар, өзіміздің жерде өтіп жатқан екен, барынша халықты қуантып жетістікке жету ғой. Оның үстінде жаңағы Олимпиадаға ұпай беріледі. Толықтай әлем чемпионатында чемпион болсаң, 2000 ұпай беріледі. Гран-при жарысы, бұл, мысалы, Азия чемпионаты, Гран-при, осы Grand Slam жарыстары соншалықты өте қатты маңызды емес деп айтады. Өйткені ол бұл әлем чемпионатына, мысалы, жаңағы Олимпиада ойындарына дайындық кезең ретінде қабылдайды. Ал өзің үшін? Әрине енді бұл жарыстар кейде ұтылып қалып жатқан ағайлар айтып жатады. Бұмен жарыс бітіп қалған жоқ қой. Апта сайын болып жатқан Grand Slam Гран-при келесі жарысқа дайындалайық деп ағайларымыз настрой беріп жатады ғой. Енді бірақ осы жарысты ұтып, сол әлем біріншілігіне, Олимпиада ойындарына ұпай жинау болып, бұзып жатқанда. Баспалдық қой, жалпы баспалдық әр ұтқан сайын әлемде рейтинг болады, сол жерде өзінің орнын қазір бізде Олимпиадаға бізде былай ғой, жалпы көбісі бізді түсінбейді, негізі дзюдода қалай деп ше. Мысалы, еркін күресте, бокста бір жарысты, бір Олимпиадаға жақын бір Олимпиадаға жолдамалы жарыстар болады, лицензиялы түрінде. Сол жарыс ұтып Олимпиадаға жолдама алып жатады. Ал бізде бір сөзбен айтқанда осы 4 жыл бойы, 2 жыл бойы әлемдегі рейтингте, мысалы, 66-ға 22-ның ішінде болу керек қой, 22 адамның ішінде. Сен 3 рет Олимпиада чемпион болып тұрсаң, 22-ның ішіне кіре алмасаң, бара алмайсың, ол неге ше Олимпиадаға. Сол ұпай жинау керек. Сол Гран-при, Гран-Сламды ұтып, өзіңнің орныңды қою керек қой, 22-ның арасында кіруің керексің да, қалай да болсын. Сен 2 рет чемпион мира ол ішіне кіре алмасаң, бара алмайсың. Сондықтан бізде қандай жарыс өтсе де жоғары деңгейде өтеді да. Кім жарысқа қатысып еді, ұпай қала береді, оның астындағылар көтеріле береді, төмен қарай түсіре береді. Өзінің тәртібі сол, Тәртібі сол. Басқа спорт түрімен салыстырғанда. Бізде сол
сондай бар да. Одан кейін дәл осы жарыс аяқталғаннан кейін қазір біраз мүмкіндік демалып алуға мүмкіндік болды ма, әлде осы уақытта не істедіңдер? Біз енді Қазақстан барысы Гран-сламнан кейін 1-2 күндей осы оқу жаттығу жиыны болды. Жаңа қалған елдер бар. 1-2 күн болып, содан үйімізге барып, ол жерде 1-2 күн болып, киімдерімізді ауыстырып, жуатындарды жуып, Испанияға жол тарттық. Содан Испанияда 1 аптадай болып келдік қой. Ол жерде оқу жаттығу жиын. Ол жерде енді қанша елден келді? 100-ден асты елден спортшылар келіп, жаңағы өзіміздің шеберлік шыңдауға бір-біріне күресіп, сондай. Жылда болатын, календардағы жылда болатын оқу жаттығу жиыны. Яғни толық команда барып сол жаққа жаттықтыңдар. Толық команда, иә. Ол жақтың енді бір ондай оқу жаттығу жиындарының пайдасы бұл жерде спарринг партнерлардың баруы, қарсыластармен. Бүкіл қарсыластар енді бір сөзбен айтқанда 90% спортшылар келді сол жерге. Енді бір-бірінде жаңағы ол жерде аңдысуға бір сөзбен айтқанда біліп алу, қай жері слабый, қай жері мықты дегендей. Өзің үшін не түйін дедің? Өзің үшін жаңағы осы мысалы болады, мынау қандай қарсыластар екен, қай жері слабый мысалы. Осы жерде күресіп алайын. Бір-екі рет мысалы оның қыр-сырын білу үшін сен оны бір-екі рет лақтырып алу керек та жаңағы. Бір жындандырып алу керек, осыны айтқан кезде. Сол кезде ашылады да спортшылар. Сол кезде көріп алатын жаңағы сондай сәттер болады да. Ол жерде тек қана күрестен бөлек сондай жаңа мақсатпен барасың да. Күресесің, бір жағынан жаңағы айтады ғой, жүктеме ғой, объем аласың, жаңағы жарыстарға дайындық қой жаңағы. Жайлап осылай келеді ғой жаңағы календар бойынша жаңағы осындай объем алу керек. Осы сборда мысалы 100 адаммен күресу керек деген сияқты. Осындай объем керек. Сол жағынан бар, сосын жаңағыдай қарсыластарды аңдысу ғой жаңағы. Көрдің ба қарсыластардың? Иә, әрине бәрі. Енді кімдер болғанда өте көп қарсыластар 90% жүрді сол жерде. Оның көбін білесің де ғой. Көбін білесің, бірақ кейде өсіп келе жатқан кейде жас спортшылар да бар ғой. Оларды да жаңағы күреспеген спортшылар бар, енді шығып келе жатқан осы 2 жылдың ішінде. Санасу керек, иә. Санасу керек жаңағы. Олармен жағасасып бәрінің ішінде бір атары бар ғой жаңағы. Иә. Сол жерде жаңағы 1-2 рет ашуына тиіп жерсің, сол өзің жаңағы бір атарын көрсетеді бәрібір. Сондай бір да. Сен тәжірибең мол ғой, жастар қызы балыққа салынып көрсетіп қояды. Иә. Кейін оны жарыста қолданған кезде бұған дайын боласың. Дайын боласың да. Сол мақсатта. Жалпы менде ғана емес, бүкіл елде сондай не болып жатыр да. Өзіңден. Солай бір-бірін аңдысып, қай жері слабый, қай жері мықты, бапкерлерім келіп жатады, біреулер видеоға түсіріп жатады сен күрескен мысалға. Ертең сонда спортшымен жаңағы анализ жасайды ғой, видео қарап, мына жері слабый екен, мысалы, оң қолын ұстап алсаң тоқтап қалады жаңағы. Көп қой жаңағы. Солға қарай тұрса осындай құлауға жақын тұрады деген сияқты. Жалпы осы бізде қазір әлемде осы өзің салмағыңда қай елдің спортшылары мықты? Негізі қазіргі таңда мына елдің спортшылары мықты деп айта алмаймын. Қазір дзюдоның деңгейі өте қатты дамып кетті. Қазір кіммен шықсаң да босауға жаңағы болмайды ғой. Бір мүмкіндік бересің. Дзюдо деген 1-ақ секунд қойсың. Сәл шалыспастан құлайсың ғой. Енді біздің салмақта енді қазір таңда жапон спортшылар деп айта аламын. Жаңағы Абе Хифуми, жаңағы одан кейін артынан еріп келе жатқан жаңағы Такачи, Такоя деген спортшы бар, әлем чемпионы. Сол Абеге қазір таңда қалай десем болады, лайықты қарсылас болып жатыр да. Екі күрескен кезде бір-бірін аламай. Соңғы жарысында қарадық ғой. Ана спортшыға да беріп жіберсе болатын еді жеңісті. Сонда мықты спортшылар өсіп келе жатыр ол жақтан да. Осы жалпы Азияның балуандары Европамен салыстырғанда мықты дейді. Оны осы Олимпиада ойындары болсын, үлкен әлем чемпионаттары болсын, осы Азияның жалпы спортшылары Европамен салыстырғанда жүлде көп алады, иә? Ол неге солай деп ойлайсың? Біз енді Азияның спортшылары неге болғанда біз жеңіл салмақтар ғой, негізі көбінесе Азияда ұтатындар ше, мысалы 60, 66, 73-ке дейін жаңа Азия ұтады да. Қалған арғы жағында біздің дзюдода сондай да. Европа кетеді да, европейстер үлкейген сайын олар мықты бола бастайды да. Грузиндер шығады, ар жақтан француздар шығады дегендей. Бірақ жаңа Азия, орта салмаққа дейін Азия мықты. Басқа бірақ дзюдода бірақ күші көп деген қатты бізде рөл ойнамайды да негізі. Кімнің енді әртүрлі, иә, тактика, қулық, жаңа психологиялық. Грек-рим жаңа сондай күрестерде мүмкін енді күші көптер ұтып кетуі мүмкін да енді. Бізде ондай күшің көп болғанмен жылдамдығың жоқ болса, дзюдода бір сөзбен айтқанда түкке де нең жоқ та. Пайдасы жоқ. Пайдасы жоқ. Оның үстіне жаңа ойлау қабілеті. Ойлау қабілеті, сосын
жаңа күшің көп болған сайын жаңа енді күш көп деген ол адамның физикалық Иә. жаңа бұлшық еттері көп болады ғой ана күш көп болған Иә. оған көп жаңа кислород керек болады да ше Иә. кислород қамтамасыз ету үшін жаңа қатты жылдамдық болмай қалады өзі ше жылдамдық пен жаңа күшті бірдей ұстаса жаңа солар жеңіске жетіп жатады да Сосын мен еститін мына осы жапондықтар әдемі күреседі дейді, мықты күреседі. Сосын қарсыласқа жарақаттамай күреседі дейді, сол жағы. Сол ғой мен өзіміз енді оны қаншама елдерге барамыз оқу жаттығу жиында жаңағы шеберлік шыңдасып жаңа мысалы Жапонияға барамыз 15 күнге жаңағы Россияға барамыз 15 күнге Өзбекстанға кезінде баратынбыз 15 күнге сол кезде жаңағы Өзбекстанға барып 5 сұхбат істегенше жаңағы Японияға барып 10 сұхбат істеген саған сәл жеңілірек болып тұрады да ше енді оларда кішкене кішкентайынан бала кезінде жаңағы техникалары дұрыс қойылған да қалай приемға кіруі қалай шығуы тастаған кезде қалай жарақат бермеуіне дейін бәріне солай келген да енді олардың нелері енді шыңдалған ғой барасың жаңағы күрессең де өзіңе бір жағымды да күресе бергің келіп тұрады да жапон спортшыларынан ше құласаң да четко құлайсың құлатсаң да жақсы құлатасың олар ше сондай бар да ол жаққа барып келгеннен кейін Японияға барып келгеннен кейін захватта олар енді жақсы ғой енді классикалық захватта кішкене біршама өзгеріп қаласың да өзіңде басың істеп елге келіп өзіміздің спортшылармен күрескен кезде Япониядан кейін келіп күрескен кезде көрініп тұрады да өзі қалай олардың жаңағы классикалық захваттар өте мықты да жақындатпайды адамға ше тоқтатып тастайды оң қолын басып тастайды мысалға мынаны бастырып аяқтан тартып кетеді деген сияқты ал жаңағы енді Грузия жаңағы Өзбекстан спортшылар жаңағы андай ғой осы соғысу ғой жаңағы бір сәтте күшпен күш жаңағы аса техника болмай қалады да бұл жерге барған кезде ол жерде солардың күресуге мәжбүрсің енді амал жоқ төбелесуге тура келеді да ал ана жаққа барсаң сені төбелестіруге жаңағы мүмкіндік бермейді да оны ұстап тастайды бүйтсең былай тоқтатып тастайды деген сияқты ше бірақ жалпы өзімізге сол Жапонияға барған өзімізге ұнайды да сол жерге барып сол спортшылармен күрескен ше оған команда ұлттық құрама апарып тұрады иә біз жылына енді кем дегенде 2 рет барып отырамыз ғой одан кейін осы спортшылар қандай да тәртіптері мықты да жаңағы қарап отырамыз бұлар неге мықты деп сыртынан өзім анализ істейміз ғой енді иә біз енді тақтаға жазып қойды өздері мына жерге иә бүгін мысалы 15 сұхбат істейсіңдер 8 партер осынша 3 минут 4 минуттан жаңағы 5 минуттан дейді болды жазып қояды бір спортшыны көрмейсің ғой жаңағы бір 15 сұхбат дейді ма бір 13 сұхбат істеп біреу шығып аяғын ұстап дем алып жатқан спорт аяқ алып тұрса да қол қанат тұрса соны байлап соны күресіп шығады да ше біз мына жақтан бірден барған біз олардың темпіне үйрене алмай қаламыз ғой біз ары кетсе 8 сұхбат істейміз да біз бүйтіп қаламыз дейді оларды қарап отырамыз да задание береді соны орындайды ғой болды өлдім талып соны орындап шығады ғой жастары да бар үлкендері де бар сол еңбекқор халық екен да жалпы олар тәртіп бәріне бірдей тәртіп бірдей бәріне еңбекқор өте еңбекқор халық қой содан кейін нәрсе көп үйренетін нәрсе көп ол жалпы дзюдодан ғана мықты емес ол қазіргі таңда еркін күрестен де грек римнан да мысалы қандай спорт бар мысалы өте мықты күреске ол енді бір сөзбен айтқан кезде еңбекқор халық қой жалпы айтқан кезде ол кейде бізге мысалы мынаны істемей ақ қойыңызшы кейде кішкене болмай тұр деген сияқты болып қалуы мүмкін ғой оларда жоқ та болды соны істеп шығады өлді тал соны істеп шығады одан кейін бапкерлерден жаңағы істе неғып тұрсың деген әңгіме жоқ қой жаңа болды задание жазып қойды сөйлемейді да болды сыртынан қарап тұрады олардың ішінен алып шығады ғой енді біз барған кезде жаңағы біздегі жаңағы университеттерге барамыз ғой біз жаңағы қазақстан спорт және туризм академиясының жаңағы дзюдо бөліміне барамыз ғой жаңағы сондай сөйтіп қабылдайды олар мысалы токай ұлттық құрама емес қой оларда ұлттық құрама деген былай ғой өз жеріне дайындалады жарысқа жақындаған кезде бір жерге жинайды да сол жерден кішкене бір аз уақыт дайындалады да ары қарай кетеді ал олар өздерінің залы бар өздерінің залының ішінде тәртіп қой олардың ішінде иә қаншама өзінің залында конкуренция бар мысалы Жапониядан шыққаннан кейін енді біздікідегі жақтар кешендері барлығы иә Жапония өзгеше ерекшеліктері бар ма бір мысалы жалпы Жапониядағы жаттығу жиындары біздікімен салыстырғанда мысалы Қазақстандағы енді кішкене аздап өзгешеліктер бар ғой бәрібір дегенде оларда көбінесе не болады екен да жаңағы күрес көп болады екен оларда ше күресе береді енді біз барған кезде әйтеуір соны көреміз ғой иә мысалы бізде таңертең сағат оларда мынандай бізде мысалы 10-да болса кешкі сағат 4-те ғой мысалы 5-те иә оларда ауысып отырады бүгін сағат 6-да бастала салуы мүмкін да
ауыстырады да, мысалы кеш сағат 5-те 2-де болып келеді сондай да, жаңағы олардың сабағына байланысты жібереді ғой. Мысалы олар студент қой бәрі. Иә, иә, иә. Сабақ оқып жүріп келеді да сол жерге ше. Соны біз енді арнайы олардың Жапонияның ұлттық несіне бармаймыз ғой, ұлттық құрамасына ше. Біз бір университетке барамыз, сабақ оқиды сол жерде олар. Сол жаңағы бүгін дзюдо сағат 3-ші сабақ деген сияқты сағат осыншаша дейді. Біз сол кездерге барып отырамыз да. Студенттердің өздерінің деңгейі сондай деңгейде. Сондай деңгейде, иә. Қазір енді мынау Қытайда бір гран-при жарысы өтейін деп жатыр. Бұл осы гран-при жарысына дайындық басталып та кеткен шығар осы кезде. Иә, қазір Астанадамыз қазір соған ең басты қазір осы сбор бірінен басталды. Соған дайындалып жатырмыз қазір тыңғылықты түрде. Онымен қатар қазір Гранд-слам Монғолия деген жарыс болады, ол 16-сына басталады. Бір құрама жаңа сол жаққа кетеді, біз осы екі жақ бөлініп жатыр да. Енді осы екі жақтан қарайды ғой, қазір енді әлем біріншілігі бар, Азия ойындары бар, кім жақсы нәтиже көрсетеді, ара бапкерлер шешім қабылдап, осылай деп қояды ғой жалпы. Жалпы осы 66 келі салмақта осы өз салмағындағы өз командамыз ішіндегі бәсекелестік қандай? Қазір таңда шыны керек, былай залдың өзіне жүргенде бір 10 шақты бала бар ғой. 10 шақты бала қайсысы бірімен ұстасып күресіп қалсаң да әйтеуір бір атары бар да. Бір жағынан жас спортшылар, 20 жасар спортшылар бар, кеше Сұңғат жаңа Жұбатқан деген мысалға күресіп жатыр да, 20 жасар спортшы. Кеше керемет жақсы күрес көрсетті мысалға. Серікбай Нұрғанат деген бар. Кеше Грузия Гранд-слам турниріне өтіп келді осы жылы. Одан да бөлек жаңа күрес жүрген спортшылар өте көп. 10 шақты спортшы. Сен тұр, мен атайын деген спортшылар бар бір сөзбен айтқан кезде. Жалпы әрқашан өзің үшін әрқашан дәлелдеу керек қой, иә? Өз салмағыңды, өз орныңды. Иә, өз орныңды енді әрқашанда енді дәлелдеп тұру керек қой. Жарысқа барған кезде дәлелдеу деген сол жарысқа барғанда жақсы нәтиже көрсетеді ғой. Иә, сбордың ішінде де жаңа ол жаттығу болғаннан кейін кейде құлайсың, кейде жеңесің деген сияқты. Ол жерде енді қатты мән бермейді. Мәселе сол жарыста ғой барлығы. Өзіңе осы салмақ ыңғайлы ма? Салмақ қуалау қиын емес пе қазір? Қазір мен енді 2021-ге дейін, 22-ші жылға дейін 60 келіде күресемін негізі. 60 келіде жаңа әлем чемпионатының жаңа финалисті болдым. Иә, күміс жүлде алдым. Одан кейін енді 6-7 килоға қуатым негізі. Нақты бір 7 килоны қуып отыратынмын да. Біз енді дзюдода өте жарыс көп қой. Жылына мысалы 12 айда кем дегенде 8-9 рет жарысқа шығып отырамыз ғой. Жылына да. Содан кейін бізге 5 кило, 6 кило қуып өте қиын болады. Бірінші жарыс, екінші жарыс тың кезде қуып тастайсың 2-3 кило. Одан кейінгі жарыста саған ауыр болады ғой. Сондықтан қазір менің 66 ауысқаннан кейін қазір салмағым 70. Қатты енді 60-қа қуғандай қазір қиналмаймыз енді. Әйтеуір өзіме осы салмақ негізі салмағым 66 екен ғой жалпы. Солай ме? Өз салмағым 66 екен, иә. Негізі жастар бар ғой, өсіп кеткен. Өсіп кеткен жастар бар. Резерв дейді ғой жалпы. Иә. Құдай қаласа артымыздан өсіп кеткен інілеріміз бар, мықты, иә. Болашағы шығарып бұйырса. Сосын мына жаңа артымызды жоқтатпайды жалпы айтқан кезде. Жақсы інілер өсіп келе жатыр. Әрине қуанышты, иә. Қазір Қазақстан құрамасын осы кеңесші бапкері Роберт деген азамат жаттықтырады. Жалпы өзінің осы жаттықтыру жүйесі, ерекшелігі жайлы айтып кетсең. Енді Роберт деген өзі кезінде Россияның атынан күрескен ғой. Қаншама жыл Олимпиада ойындарына қатысты 60 келді. Қанша өзіміздің бір салмақта талай күрестік негізінде. Елдоспен, көбінесе Елдоспен күреседі, 6 ретпен күресті ойын Елдоспен. Және ол өзінің Токио ойындарынан кейін карьерасын аяқтап, жаңағы бас бапкер жаңағы Қытайға барып келді. Енді орыстарда бір сөз айтқан кезде италиялық жаңа Гамба дейді, Энцо Гамба деген жаңа үлкен кісі ғой жаңа. Орыстарды қанша жылдан бері дайындады, нақтысын білмеймін. Бірақ соның дайындығының нәтижесі жаңа бір олимпиадада 4 алтын алып отырды дзюдода мысалға. 3 алтын алып отырды. Тура сол бағдарламаны сол жаңа Гамба деген жалпы бәрін жалпы сол дзюдоны басқарып отқан негізі Гамба ғой. Енді қазір Роберт соның жаңағы орындаушысы деп айтсам болады. Сол программаны алып келіп, бізге сол жақта программа беріп отырады. Сол кезінде орыстар дайындаған программа ғой ол. Иә. И сол программаны қазір Роберт басқарады да жалпы. Бүгін мынандай істейміз, бүгін мынандай істейміз. Мысалы, бүгін демаламыз деген сияқты.
енді қалай екен өзі өзгешелік? кәдімгі енді қалай десем болады, нәтижесін берген жаңағы не ғой бұл, не десем болады, бағдарлама. бағдарлама ғой. Өзіміз кейде біз шатасып кетеміз ғой, жаңағы кезінде 10 тренер алып жатыр деді да сборная. 10 тренер не істейді деп ойлап қоямыз ғой. Қазір қарасақ 10 тренер жетпей қалады да ше. 10 тренерлердің өзі біз сияқты шаршап қалады жаңағы бізді жаттығу. Мысалы Қытайға мысалы бірінші күн біз күресеміз ғой, екінші күресетін бір екеуінің программасы екі бөлек. Қытай бірінші күн мысалға татамиға шығамыз, 5 схватка, 5-еуінің жаңағы бірінші, екіншісін 50%-бен күресеміз, қалғанын 100%-бен күресеміз. Одан кейінгісін 1 минут 100%, 1 минут партерде 100%, сондай ауысып отырады да. Оны бүйтіп қарап отырмасаң шатасып кетесің. Біз ол өте қиын, соны программаны көрген кезде жаңағы таңғалдық жаңағы. Күресіп отырған кезде соны кезінде ұмытып та кетуі мүмкін ғой мысалы. Енді баяғыда енді жалпылама дайындалатын еді ғой енді осыны деген. Мысалы кім Қытайға барады дейді, бәріміздің бағдарламамыз бір дейді, енді үлкен салмақ бар, плюс бар. Арасында демалып отырамыз. Қытай бірінші күн демалыс, екінші күн жаттығу осындай. Цепочка деген бар мысалы. Жылдамдық қасиетін бағдарламалар бар. Одан кейін жаңағы качка істесең де оның качкаңда бөлек түрлері бар, оның пайыздары бар мысалға. 90% бір рет істесең де жарыстың алдында мысалға ауыр. Жеңіл пайыз мысалға 7 реттен мысалға 5 пат ускорение деген сияқты. Онда көп, онда бұл шатасып кетесің ғой сіз айтқан кезде. Сол бағдарламаны көрген ішің пыспайды, жалпы бір сөз айтқан. Бүгін не істейміз деген сияқты жоқ қой. Күнделікті бағдарламаны күнде жазып отырады мысалы. 8-де өздері жиналыс болады ағалардың алдында. Соны бүгін біз білмейміз қандай жаттығу болатынын, спортшылар ше. Бүгін 8-де шығарады, ертең сағат мысалы 8-де созылу, 10:30-да Қытайдың бірінші группасы сіздер качкаға барасыздар, екіншісі татами, үшіншісі сіздер жаңағы цепочка деген сияқты сондай ауысып отырады. Бірдей емес. Мына татамиде бірінші күн басқа нәрсе істеп жатады, екінші көрсететіндер басқа нәрсе істеп жатады. Ұнады ма? Дұрыс па? Өзімізге ұнады. Спортшылардың жалпы қарап жүріп қойған 365 күн, 300 күн сбор жарыстымыз, басында ойлаймыз. Йома, не істейміз, қалай болады екен деп болсақ, бірақ сборлар болады 25 күннен мысалы, қазір сборлар ше. 25 кейде бір айдан аса уақыт сбор болып жатыр. Қалай өтіп кеткен білмейміз ғой. Енді әр күнде әртүрлі бағдарлама ғой. Өтіп кетеді да. Бірақ кейде 2 күн істеп 1 күн демаламыз. 3 күн істеп 1 күн демаламыз деген сияқты. Кейде 2 күн істеп жарты күн демалыс, сондайлары бар да. Өйткені ескі жүйеден шаршайсың да ғой. Ескі жүйеден шаршайсың ғой. Мынау енді жаңашылдық. Күнде бір жаттығуда өзгешеліктер болып тұрады. Ол енді айтып жатыр жаңағы Олимпиадаға дейін әлі бұл жаңағы баспалдақ сияқты ғой қазір. Осыны дайындалып жатамыз. Келесі жылы мысалы басқа неге ауысамыз да мысалы. Енді ол кісінің айту бойынша бізге енді айтады ғой, өзінің аузынан естідік. Азия, әлем, Азия ойындары деген бізге қызық емес дейді. Біздің мақсатымыз тек Олимпиада ойындарында нәтиже көрсету дейді. Осы бағдарлама ма? Осы бағдарлама. Әлем чемпионаты болсын, Азия, оның бәрі жаттығу деп ойлаңдар дейді. Жаттығуын істедің, сен қандай формада екенін көріп келу, жаңағы өзіңнің деңгейіңді беріп келу, жаңағы жарыс, әлем чемпионаты болсын, гран-при, гран-слам болсын деген сияқты. Но бірақ мақсатымыз Олимпиада ойындары дейді. Біз сол жерде енді нәтижесін береміз деп тұр, жаңағы атамыз дегендей сол жерде. Енді бірақ ол сөйтіп айтқанына қалай десем болады, солай айтты, бірақ бар да, дәлел бар қасымызда. Бір жылдай болып қалды осы бағдарлама. Өзің бір жылдан асты. Нәтиже сезіле бастадың ба? Нәтиже әрине сезіле бастады. Бірақ өздерінің айтуынша енді қазір сол 1-2 жылдықта біз қатты қоспаймыз деп тұр. Кішкене объем алып, біз жаңағы неге болу керек деп тұр. Енді бұйырса келесі жылдан бастап жақсы нәтижелер болған шығар енді. Енді жай-жай кеше гран-сламда да жақсы медальға жетіп жатыр. Барған жарыстан әйтеуір бір алтын алып келіп жатыр балалар, қыздар өсіп келе жатқан. Көп елімізге білінбейтін шығар ма, жаңағы ұтылып қапты, үйтіп қапты деп. Бірақ өзіміз іштен көріп жүрік қой, жаңағы қалай өсіп келе жатқан ше спортшылардың күрестері қандай болып жатқан, барған жарыста жаңағы баяғыда бір күресіп жүрген, қазір финалға шығып чемпион болып жатыр да, жас өсіп келе жатқан жас балалар. Енді мынау алдымызда Азия ойындары, үлкен кешенді жарыс келе жатыр. Одан кейін әлем чемпионаты. Енді оған Азия ойындарына кім барады, әлем чемпионатына кім барады, оның бап килограмм шешетін. Бап килограмм шешеді. Жалпы енді. Жалпы қазір 2 жарыс қалды деді ғой қазір. 2 жарыс болғанда әлі жарыстар бар, әлі қарайтын.
Моңғолияға 2 спортшы көрсетеді ертең мысалы. Қытайға 2 спортшы көрсетеді. Одан кейін Швейцария деген жарыс бар, ой жаққа қарайды. Оның алдында. Оның нәтижесін жаңағы ой жерде жаңағы ойлайтын шығар. Ойлап қалады ғой, бірақ баяғыда неге осыны апара бересіңдер деген сияқты бір кейде болады ғой спортшылар. Енді ол жерде бапкерлердің шешімі ғой бәрі. Енді сол лайықты болып тұрғаннан кейін сол спортшы барады ол жерде. Еңбегі де, нәтижесі де әйтеуір. Енді қазір кім қайда көрсетеді ешкім білмейді да. Бапкерлерді күтіп отырмыз қазір. Енді 1-2 жарыс қалды ғой. Енді өзіңде таңдау болса қайсысына баратын едің? Мен енді былай қарап барсақ енді Азия ойындарынан спортшылар үшін айттым жаңа. Әлем чемпионаты жоғары деп ше. Енді ол да 4 жылда бір болатын кешенді жарыс Азия. Иә, ол енді бір жағынан ол әлем чемпионатына жаңа Олимпиада ойындарына ұпай беріледі да. Жақсы. Ол жерде әлем чемпионатында жеңіске жетіп жатсаң жоғары. Сол нәтижемен сол ұпаймен Олимпиадаға кетіп қалуы мүмкін сен. Жеткілікті болып қалуы да мүмкін да. Мысалға да. Ал Азия ойындарында енді еліміз үшін енді Азия ойындары ғой, Азияның ішіндегі Олимпиада ғой, дұрыс айтқан кезде. Ол жарыстарда жаңа кеше айтып жатыр жаңа мемлекет басшылар өзіміздің жаңа жоғары жақтан да жаңа кім жеңіске жетеді, жаңа Олимпиаданың премиясын береміз деген сияқты сондай мотивация бар. Мотивация бар ғой жалпы, иә. Енді соны естіген екен бір ойымыз енді әйтеуір бұл Олимпиада ойындары әлі 2 Баку бар, елімізде де әлем чемпионаты бар деген сияқты. Бұл енді 4 жылда бір келгеннен кейін қазір өзімнің ойым жаңағы Азия ойындарында күрессем ба деген, күресіп қалсам жақсы болар еді деген ниеттемін жалпы, иә. Бұған дейін қатыстың ғой Азия ойындарына? Иә, бір рет қатыстым, иә. 2022 жылы. Жалпы атмосферасы қандай екен? Атмосфера мықты ма? Енді Олимпиададағыдай деп айта алмаймын, бірақ сол деңгейлес болады ғой, шамасы деңгейлес болып қалады. Сол Олимпиададағыдай жаңағы подиум болады, бәрі парад, әйтеуір форма беріледі деген сияқты. Олимпиаданың атмосферасы ғой. Жалпы өте қызықты болады екен ол. Енді оның үстіне артынан бірден әлем чемпионаты. Одан кейін алла жазса өзімізде өтеді ғой әлем чемпионаты 2017 ең басты елімізде өтетін айтулы доданың бірі ғой. Оның үстіне ол міндетті түрде рейтингтік турнир болады ғой енді. Иә, ол жерде 100%. Қазір осы 2026 жылы жарыстардың бәрі қазір Моңғолиядан Олимпиада ойындарына жаңа ұпай беру басталып, бірақ 100% емес, 50% ғана береді. 50% жаңағы әлемдік рейтингке лақтырады. Ал келесі жылдан бастап 100% ұпайлар болады да, мысалы. Елімізде өтетін жаңа әлем чемпионаты бар. Енді елімізде енді өзіміз қазір қалай десем болды, әлем чемпионаты елімізде өту ол біз дзюдошылар үшін жаңа былай қарасақ үлкен бір мәртебе ғой негізінде айтқанда. Оны алудың өзі бір үлкен бір мәртебе да. Оны алып беріп отқан жаңағы мемлекет басшысы, жаңағы министріміз көп алғыс айту керек негізі. Сондай орасан еңбек қой бірінші айтқанда. Алып өткізу деген. Мысалы енді әлем чемпионаты Бакуде өтейін деп жатыр, айтады ғой. Қаншама туристер болады ол жақ, мысалы чемпионат мейрамы қазірдің өзінде Бакуге қанша нелер шығып жатыр, қайда көресің мысалы Азия, білмеймін, Бакуға біз барайын деп жатырмыз, уже билет алып жатыр да, біз әлем чемпионаты барсақ па деп жатырмыз. Сондай туристер келеді дегендей. Мысалы Бакуде әлем чемпионаты өтейін деп жатыр. Ойлайсың ғой енді әлем чемпионаты Бакуде өтейін. Оның өзі бір абырой ғой Әзербайжандарға. Әрине. Оның үстіне осы жарысқа қатысып сол чемпионат, әлем чемпионаты ол жерде жүлде алып жатса, өз жеріңді, өз халқың алдында күресу жалпы үлкен жауапкершілік қой. Ауыр емес па? Жалпы үйде күресу, мысалы сыртта күрескенге салыстырғанда өзің үшін. Жалпы иә. Маған өзім үшін үйде күрескен ұнайды екен, ұнайды жалпы ше. Үйде күрескен халықтың қолдауы, жаңағы сондай жақсы көремін өзім, сол ауырғанша. Үйде күрескен. Енді Гранд Слемдерде де күрестің, көрдің. Енді 2015 жылы 11 жылдан кейін ба, араға салып 11 жылдан кейін болайын деп жатыр ғой. Баяғыда өзіміз сол ел достары күресті ғой, жаңағы Рустам Ераевтар, жаңағы 1 мен 2-ні алған кезде біз сыртында сол қарап отырдық жарыстың басы қасында болып, бізде ұлттық құрамада жүрдік қой ол кезде. Жаңағы ол кезде Елдос пен Ибраев Рустам күресті. Жеңіске жеткен кезде қарадық қалай жеңіске жеткенін. Бізге де осындай бұйырса екен, жаңағы осындай қалай халық қуанып жатыр, өзіміз де кәдімгі біз ұтқандай қуандық қой сол жерде. Сол кезде іштей арман ғой жаңағы өзіміздің елде де құдай қаласа осы әлем чемпионаты болып, біз де осындай жетістікке жетсек деген сияқты ше. Сондай армандар болатын сол кезде. Сол жерде көріп тұрып армандап, қиялдап тұра бересің ғой жаңағы қуанып ше. Мен де осындай жетістікке жетсем екен деп ше. Енді бұйырса келесі жыл амандық болса енді
сол ол жерге де әлем чемпионатына қатысу оңай емес. Қаншама өзіміздің арамызда конкуренция бар. Иә. Соған жаңағы лайықты болу керек та қатысуға. Барлық күш жігерім саламыз енді берсе. Иә, бұны ең масты өзіңнің спорттық мансабыңдағы ең үлкен жетістік бұл Париж Олимпиадасы, иә. Олимпиадаға жалпы іріктеліп алудың өзі үлкен жетістік деп есептеймін. Келісесіз бе? Онымен келісемін, иә. Соны тоқталсақ сол Париж Олимпиадасы. Қалай өтті? Бәрі сәтті болды? Баяғыда еститінбіз ғой, Олимпиада ойындарына қатысушы десе болды бізге сол. Сол спортшыны көрудің өзі бізге не болатын ғой, арман болатын ғой. Олимпиадаға баруды сол кезде не үшін олай деп ойласақ, Олимпиадаға барудың өзі оңай емес екен ғой. Әрине. Қаншама неден өтесің, қаншама жаңағы кейде ұтылып қаласың, осымен барамай қалам ба деген сияқты сонда ойлар келді. Мен өзім жалпы Олимпиада ойындарына бір сөз айтқан кезде 22 спортшы қатысты ғой жалпы. Мен соның 22 спортшы қатысты ойдым, жаңағы лицензия соған берілді. Мен соның 21-інде ғана тұрдым ба. Менен жаңағы бір спортшы келіп қатысты. Бір сөз айтқан кезде былай ілініп тұрып бір саусақпен ілініп қалдым ғой. Жақсы нәтиже көрсетіп тұрғам. Ең соңғы жаңа Абу-Дабиде өткен әлем чемпионатында сол жерде жақсырақ тұрғам рейтингте жаңағы 20-ның төңірегінде былай. Сол жерде бір спортшының еврей спортшыны жеңгем, таза жеңгем, бірақ басы тиіп кетті деп, жаңағы шашың тиді деп сонымен қан соғы беріп, бірінші айналым ұшып кеткен ба. Соны ағай келе жатыр. Болды, Олимпиададан армандамай қой дейді ғой. Бірден настроение түсіп қалады. Қаншында. Соны енді қарайсың ғой, өзі шығарады список, кімдер келеді, кімдер барады. Ұпай саны бүгін қой, жаңағы бас бапкер бар, ұпай санаймыз деп жатыр. Соны бүйтіп қарап, жаңағы 21-ші тұр қоймаймыз. Соны біреулер жаңағы допингпен ұсталып қалды ма, білмеймін. Сондай болды. Соны бұйырған нәрсе кетпейді екен жалпы. Соңында ілініп, мирда да бірінші сұхбат ұтылып қалған кезде, енді қаншама дайындаласың, Олимпиаданың алдындағы соңғы мир ұпай керек. Енді жақсы жоғары деңгей, жаңағы рейтингте жақсы барсаң, әйтеуір бірінші сұхбат мықтылармен түсіп қалмайсың, әйтеуір сәл болса да екінші айналым, үшінші айналымда түссең де Олимпиада ойындарында. Сонда біз енді соңында ілінгенбіз ғой, 21 менен кейін бір спортшы ілінді ғой, соңғысын болып жалпы. Сол енді Олимпиада ойындарына жолдама алдық. Ары қарай жаңағы білдік қой Олимпиада ойынына баратынымызды. Мен дайындығымызды бастап, Олимпиада ойынына баратынын білген кезде не істейді ғой, Олимпиада ойындарына Ғұсман Қырғызбаев барады деп ұлттық құрамадан жаңағы не істейді, хабарлайды ғой. Ол кезде басқа болады дегенсің ғой. Ол жерде барлығы саған жұмыс істей бастайды. Конкуренцияның бәрі бітті ғой. Енді жігіттердің бәрі саған көмектеседі. Ол жерде бөлек соларды көріп отқан кезде осындай неден кейін қалайша орын алу керек қой, мынадан кейін бәрі көмектесіп жатыр. Су десең су жаңағы бәрі жағдайың істеп тұрады, қалай сондай немен бардық қой енді. Олимпиада деген көптен күткен Олимпиада келді ғой, Париж Олимпиадасына бардық. Бірінші Олимпиадамыз. Біраз спортшылар, бірақ ана аура деген өте қиын екен Олимпиадада. Сол спортшыларға күресіп жүрген, бірақ аурасы қиын екен да. Кеп қаласың жаңағы. Әр елдің өзінің министрлері, жаңағы федерацияның басшылары, журналистер. Бір спортшының алдында жаңағы 10 адам жүреді ғой, кеп жаңағы. Бәрі енді Олимпиада болғаннан кейін жақсылап күресіп, біз саған сенеміз деген сияқты әңгімелерін айтып кетіп жатыр. Бізде ғана емес, бүкіл жаңағы қатысайын деп жатқан спортшылар арасында әңгімелер болып жатыр. Бәрін қарап тұрсың. Біреулер көп жаңағы өзінің не алып қалады, жаңағы мұрындары қызарып кеткен спортшыларды көріп жаңағы айтады ғой, баяғыда еститінбіз. Біреудің мұрны қызарып кетті деп ше. Біреу өзінің жаңағы көзі бүйтіп қапты, өзі таппай қапты деп ше. Сондай адамдарды көрдік арасында ше. Бардық. Елдос бірінші күні енді Елдос бір бөлмеде жаттық қой. Елдос алтынды алып келген кезде отты біз салмақ қуып жатқанбыз. Алтынды алған кезде болды деп қалдық қой өзіміз. Біз алтын алған сияқты не істеп қалдық та, жаңағы босаттық та, мойнынан жүк түскендей болды ғой. Психология тұрды. Жүк түскендей болды. Ертесіне жаңағы жағымызда жаңағы Елдос бар жаңағы. Барды жаңағы айтамын, постоянно интервьюлерді айтамын ғой. Барды кайфап айтады, күресіп тасташы деді болды. Олимпиада. Баяғыда Айдын Смағұлов деген ағамыз айтады. Бұл әлем чемпионаты, жаңағы Гран-слам, Гран-при не болсын, бұл спортшылар үшін спорттық мереке дейді, бұл мейрам дейді. Сол жерде өз-өзін жаңағы көрсету керек те, тойлап жаңағы. Сол сәт жақсы өз-өзіңді жаңағы көрсете білу керек дейді. Бұл саған берілген мүмкіндік деп ше жаңағы. Сол сияқты. Сол жерде жаңағы кайфап айтып күресіп жаңағы бір сондай не болды. Таңертең келдім.
пуш істеп жатырмын, қарсыластардың бәрі жүр. Анда қатты қобалжу жоқ та. Кәдімгі гран-при гран-слам сияқты шығып, бірақ енді бірінші сұхбатқа жаңағы қарсыластардан емес, жаңағы аурадан не болып тұр деген да. Ана аренада жаңағы қысым ба? қысым. Бір ине шаншыр орын жоқ ана жерде. Иә. Француздардың өзі қалай өзі анау гран-слам Парижден жарыс болады. Иә. 22 мың ба, 23 мыңдық арена бар. Сол аренада ине шаншыр жер жоқ қой. Біз спортшылар жаңағы лестница баспалдаққа отырамыз ғой. Билет сатып алып келеді. Иә. Бізге орын жоқ. Бізге бір жоғарыдан бір орын беріп қойды. Оны спортшылар толтырып тастайды да. Иә. Біз енді ояққа бара алмайсың ғой. Баспалдаққа отырасың. Ана баспалдаққа отырмашы дейді. Қайда отырамыз басқа дейміз ғой. Иә. Кейін түсінеді өздері баспалдақ орын ашып қоямыз орталарын ше. Олимпиада болғаннан кейін олардан бөлек қаншама елден спортшылар келіп қолдау көрсетіп жатыр жаңа. Сол кезде жаңа темір төбесі темірден қойдым жаңағы ше. Бүйткен кезде дауыс деген өте қатты шығады екен жаңа жерде. Бүйтіп кіріп келе жатыр маталардың арасымен жаңа былай стрелкалар былай деп жақындаған кезде камера келеді жаңа. Иә. Бүйтіп тақылдатқан кезде құлағыңызға пердесі жарылып кете жаздайды ғой. Қатты дауыстан ше. Дауыс деген жанынан ұрған сияқты болады ғой. Ана неден емес, дауыстан қорқып кетесің жаңа құлақтан ше. Құлағыңды айқайды деп қаласың сол сияқты боласың. Бүйтіп қалдық қой, қай жақтан шығып қалды деп ше сондай. Енді француз спортсмен шыққан кезде жаңа камера келіп көріп тұр ғой шығайын деп тұрған сол кезде жаңа қолдау көрсетеді ғой. Сол кездерге дауыстан шыққанда құлақ жарылып кете жаздап жатыр ғой. Енді француздардың бір ырза болатын әрбір спортшыға бірдей не істейді ғой. Қолдау білдіреді жаңағы ше. Иә. Жақсы бросок көрсетсең, әдіс тастасаң бәрі жаңағы деп шапалар жаңағы ұтып кетсең, сенімен бірге қуанып деген сияқты сол жерде. Бірінші сұхбат сол бүйтіп келіп жаңағы подиумды көресің ғой. Енді Олимпиада деген жаңағы қалай подиум деген жаңағы баспалдаққа шығып сондай биікте болады. Бая гран-слам гран-при деген жерде болады кәдімгі цемент күшінде болады да жаңағы. Ал Олимпиада ойындары деген өзгеше. Лестница ойындардың бәрі сондай жаңағы текпе-шекпен бір шығып барып не істейді екенсің да жаңағы шыққан кезде әбден андайда күресіп қалған ана кішкене бүйтіп қалады екенсің жатырқап ше. Иә. Тақтайдан дауыс шығып тұрады, құлағыңызда дауыс қатты шығады екен да. Сол жаңағы адамдардың аурасы бар кішкене. Бірінші сұхбат өтіп кеткеннен кейін болды ғой. Әрбір спортшы біледі, бірінші айналымнан өткеннен кейін ұтып кетсең жақсы да, ары қарай жеңіл кетеді да. Жаңағы испандық балуан жеңіп кеткеннен кейін. Енді бірінші айналымда испандық балуан түстім ғой, енді ол 2025 па? Жаңағы 23-ші жыл ең үздік спортшы болған, жаңағы ең бросковый болады. Класс көрсететін спортшылардың тізімінде болған. Екеуміз жаңағы сол Олимпиада ойындарында 7 рет күрестім сол спортшымен. Оған дейін 6 рет жолықтым да. Иә. Осы біреуінде Астанада ұтылып қалдым финалда. Соңғы жарыстарында ұтылып қаламын ғой. Біреуінде Жапонияда қабағым жыртылған сол кезде қабағым жыртылып жіберіп ұтылғанмын. Жаңа сол жерде есеп 3-3 болады жалпы сол кезде. Иә. Шешуші кезең болып жүр ғой. Бірінші айналымда соны жеңіп 7-те жаңағы 4-те шығып кетемін ғой испандық спортшымен ше. Бірақ түріне қараймын баяғы не жоқ та. Өзіне көп алып қойған бағана. Көп бүйтіп қалған ғой жалпы. Иә. Біліп қоясың ғой жалпы. Ол жерде білінбеді, голден скор басталды. Голден скор басталған кезде көзі бүйтіп кетті, аузы ашылып ше. Шаршап қалдым маған қатты неден ше. Қысымнан бүйтіп. Иә. Атака көп істетті жаңа ше. Шықты кірді. 2 шүйді айналдырып қойды маған сол кезде. Бір шүйдесін бердім бүйтіп. Уақыт голден скор басталды. Тренері қарады. Көріп тұрмын бәрін. Көзі бақырайып кеткен, аузы ашылып ше. Сол моментте айтыр. Стап жеңіп кетеміз. Содан кейін ары қарай. Жалпы жүлде алу қандай сезімде болдың? Енді екінші айналымда Анбаул деген спортшы болды. Француз болды. Негізінде сол Бразилия спортшыға ше бір шыны керек. Ана үшеуі де оны отбастап жүрген балалар ғой. Иә. Бір ұтылып қалам деген бір сезім болған жоқ қой. Бірде бір болады. Қазір шығамын ұтамды. 2 жүлде ұтылып жатқам, 2 жүлде теңестірдім, голден скор болып жатыр. Өшіп жатыр, жерде сүйреліп жатыр ғой. Болды жеңейін деп тұрмын. Бір моментте жаңағы болады бір соңғы дем дейді ғой, жаңағы қалай соны жинады ғой, сол саусағым шелініп қалды ғой. Саусағым ілініп қалады да. Инерциямен құлаймын ғой. Тұрам. Кино болып жатыр ғой бәрі. Кинодағылайша құлап бара жатқан кезде. Сонымен тұрдым, ұтылып қалдым да залға келатырмын. Ойын бәрі финалға шығып қойған ба жалпы айтқанда. Финал болды, абымен күресемін қазір деген сияқты. Сөйлеп жатыр, ағайлар сөйлеп жатыр. Қызық емес, ешнәрсе Олимпиада қызық болып тұрған жоқ маған болды.
Мен қалай ұтылып қалдым. 3-ші орынға да таласуға жылайым жоқ қой ше. 3-ші орынға күресім келмей тұр, жаңағы шынданған намыстанғаннан ше. Қалайша деп ше. Залға кіріп кеттім. Кірдім, Қазақстан деген жер ба, кішкентай бөлме, жатады массаж істейтін жер ба бөлме. Кірдім да. Пуш жоқ, мен істемеймін, болды осылай кішкене ес жинап алайын істеймін. Отырмын. 3-ші орынға қанағат тұтпай тұрмын ғой жаңағы 3-ші орын. Күресім деп тұрған жоқ анаған ше. Келіп айтып отыр, 3-ші орын алу керек, ішінен иә деп қоятын, отырмын да. Бүйтіп шақыру, Қырғызбаев деп шақырып жатыр ғой. Бардық сол жерде. Киманы тексеріп жатыр. Бүйтіп қараса жаңағы қола медаль үшін деп шақырып жатыр ғой. Олимпиаданың қола медаль елестеп жатыр, 3-ші орын өзіме. Қалай болсын 3-ші орын алу керек. Олимпиада ғой, Олимпиада тұрмын ғой мен. Гранд-слам гран-при емес. Сол Олимпиадаға дейін бір 3 жарыс па 3-ші орынға таласып отырған ғой, гран-при гранд-сламда ше. Сол сияқты болып тұр да маған ше. Бұл саған гран-при гранд-слам емес. Бұл жерде барды салып осы жерде жаңағыдай. Қалай жинадың өзіңді енді? Сол жаңағы кетті шақырды, жинай алмай тұрмын ғой. Жүгіріп жіберемін ғой, скоростьқа ше, алдан жүгіремін, секіріп жіберіп жаңағы бет тұрып, подиумға қарай жүгіріп шығамын ғой. Бет қазанға задым толы жаңағы ел достарын көріп тұрмын. Осман ағайын көріп тұрмын. Олимпиада біліп тұрмын ғой, прямой трансляция отбасын бәрін көріп тұрмын. Сезіп тұрмын да жаңағы ше. Әйтеуір бірінші минутта бастады, күресіп жатырмын, әлі жеңіле алмай жатырмын ғой. Күресіп жатырмын. Бір кезде қараймын, уақыт бітіп жатыр ғой. Жинала алмай жатырмын, шығып тастап кетеді мүмкіндік болып тұр, бірақ ішіме қамшылай алмай жатырмын ғой. Анау күні өліп барады тастағысы келіп ше. Бір әйтеуір бір моментте жаңағы солға қарай тұрып қалады, маған ыңғайлы жағына қарай ше. Сол жерге қысып кетіп тастап кетемін ғой. Сол жерде құлатамын, тұрамын да қуанамын, ва болды деп. Мен ойлап қалдым голды скор деп. Қарасам табылды деп. 27 секунд тұр ғой. Сөйтем да аға айтады. Сол жерде видеомда бар жаңағы деп қалдым деп. Қарап қалсам табылды 27 секунд тұр ғой. Бірден дейін босап кеткен болды. Қуанып тұрмын болды. Ұттым деп ше. Ағай қарам, жинал дейді ағай ше, Нұрбол ағай. Сөйтіп, ё-ма 27 секунд бар екен ғой. Сөйтіп жаңағы өзім әлі бүйтіп жүрмін ғой. 27 секунд өтпейді ғой. Жаңағы көресіп жатырмын. Босап қалғам, жинала алмай жатырмын. Соңғы моменттермен бір тастап кететін мүмкіндіктер болып жатыр аман ше. Енді ол да мүмкіндік келіп жатыр. Әрине енді. Бір моментте еңкейіп қалғанбыз, уақыт бітіп жатыр. 2 секундтың көз айналып жатыр. Мені айналдырып бара жатыр ғой. Сол жерде жиналып, аяғым ішінен салып бит жерсе, мен кетейін деп тұрмын былай қарай. Аяғым ішінен салып бір сырттан саламын да басып қаламын сол жерде. Ана жерде маған ұспай беріп жіберсе де болады негізі ше. Басып қаламын да дың дейді ғой. Жатып қаламын жаңағы. Бүйтіп жатырмын сол жерде видеомды көріп жатып қаламын да. Төбемде арасымен мен Олимпиаданың значоктары домалақ ше. Адамдар қызық болып тұрған жоқ маған, бірақ шаңғырып жатыр бәрі. Бүйтіп жатырмын бір кезде айтып жатыр ғой. Bronze medalist, Olympic Games жаңағы. Осман Қырғызбаев. Ё-май, Олимпиададан шаттым осы жерде тұрғанда. Сол жерде сезіледі сол жерде Олимпиада сол жерде тұрғанда. Ё-май, қуаныш жаңағы ше. Сол жерде жаңағы жүгіріп Нұрбол ағай секіріп Олимпиададан сол жерде 3-ші алған алған кезде алдым. Қалай жақсы болды. 3-ші орын алғам қандай жақсы болды деген сияқты ше. Жиналып 3-ші орын алып кеткем қандай жақсы болды. Жаңа менсінбей тұрмын ғой жаңағы 3-ші орын. Күресім келіп тұрған жоқ болып тұрған ғой. 3-ші орын алғам қандай жақсы болды. Сол жерде есте жинап айтыр. Келсем бәрі алдымыздан министрлер жаңағы бәрі күтіп алып жатыр ғой. Енді сол жерде сезілді жаңағы. Олимпиададан жүлде алған да бар, алмаған да бар. Қаншама спортшылар қатысуға қона кетті ғой көбісі. Мысалы мансабын аяқтап деген сияқты. Жалпы ондай кезде осы психолог тұрғыда өз-өзіңді қалай жинайсың? Өзің енді тәжірибелі спортшысың. Енді Олимпиада ойындарында өзімде мынандай бар ғой енді өзіміз енді. Бұйырған кетпейді, қуған жетпейді дейді ғой. Бірақ ең бастысы сен қолыңнан келгенін жасап қалу керек қой. Осы Олимпиада ол мүмкіндік енді келемін, келмеймін деген өзімде ой бар. Барым осы жерде жаңағы өлсем өліп қалайын, барымды шығарып кетемін. Гран-при, гран-слам, мирда бұл сол жерде күрескенде емес, бұл жерде басқаша күрес көрсетемін дегендей ше. Мен бұл барын жинаған осы уақыттан еңбек еткеннен бәрін шығарып кетейін деп сондай бір өзім настрой ұстадым да жаңағы ше. Бұл Олимпиада. Жеңіл, бұл бұйырған кетпейді, қуған жетпейді. Бірақ барды жеңіске жету үшін барлық күш жігерімді салғам, бәрін шығарып кетемін. Ұтылсам да ады үшін ұтылатын да. Қолымнан келгенін істедім, болды. Істемаған көзің жетеді ғой. Лайықты мысалы ұтылып қалсаң да
лайықты түрде ұтылсаң осыған лайықты болдым деген сияқты ше. Бірақ жаңағы ой ана бүйтіп істеуім керек еді, бүйту керек еді деген сияқты болмау керек деген сияқты ойыммен ше. Яғни сенің күшімді сақтамау керек еді, ана мүмкіндік келгенде істеу керек еді, өгіммен де күрес көрсетемін деп ішімде солай өзім қайшыладым да. сенің жағдайыңда яғни жеңіске тәрбиелеп отыр ғой сонда. Иә. Өзім айтқан солай ғой. Сіздің айтқан. Иә. Солай өзімді жинадым да. Әйтпесе көп спортшылар енді жеңілістен кейін өздерін жинай алмай қалады ғой мысалы. Психология тұрғыда болсын, жалпы жеңілісті ауыр қабылдайтын спортшылар болады. Иә. Сонымен олимпиада деген. Енді олимпиададан кейін әрине жаңағы елге келгендер көзқарас жан-жақтан, яғни құрмет, қошемет. Қайттан одан кейін спортқа оралу керек болады одан кейін де. Иә, бір шыққанда сол қуанып шығып келатым. Бір журналист кісі интервью алып қалды. Не істейсіз осыдан кейін? Енді біз енді жасымыз енді 31-ден 32. Енді көреміз артынан жастар келе жатыр, может солар оны береміз ба деп айтып қаламын ғой. Иә. Кейін жаңағы ойланып қалдым, кетіп бардым. Нем бар еді айтып. Қойшы. Сол жерден кейін ішкерім, ішімді көрген жоқпын әлі. Иә. Қошемет жағынан кейін жаңағы Елдостан сұраймын. Елдос не істейсіз? Құдай қаласа 28-ге дайындалайық деген ғой. Болды. Бірден ба? Бірден. Қол алыс сол жерде. Болды жаңағы. Сол жерде жиналып алдым қайданан. Болды, босанмау керек. Көп демалған жоқ мен олимпиада ойындарынан кейін бір 5-6 ай демалдым да сол мақсат қой жаңағы. Ертерек кіре берейін формама. Жаңағы олимпиада ойындарына не болса да сәл ертерек жаңағы дайын бола берейін деген сияқты. Талай спортшыларымыз көрдік қой олимпиада ойындарынан кейін 1 жыл, кейбіреулер 1,5 жылдан аса уақытта зал бетін көрмей кеткен. Тойдан тойға тойды тойлап жүрген сол спортшылар да болған. Білесің ғой енді. Иә, ол иә. Шақыру болғанша тойға шақыру, мен ол кісілерді мен қонаққа шақыру, қошемет, құрмет, сыйлықтар. Олар анау еріккеннен емес та шақырады. Ана жерге шақырмасаң мәжбүр түрде барасың да. Сені құрметтеп шақырып тұрғаннан кейін бару керек болып тұрады да. Жаңағы ұйықтап үлгермейсің ғой. Ұйқың қанбайды. Тек ана жаққа кеттік, мына жақ шақырып жатыр. Ұшасың, келесің, жаңағы жиналыстар, сондай бір арада бір жаңағы 1 жылға дейін созылады екен ғой негізі ол. Өз-өзің мен болдым, мен жаттығуға кірістім демесең, жаңағы жүре береді екенсің да. Уақыт деген зымырап өтеді екен сол уақыттар ше. Өзің шешім қабылдау. Өзім шешім қабылдайсың. Қатыспаймын деп. Иә. Енді жан-жақтан қолдап қошемет жасап жатса. Иә, өзіңе қарап қоясың кейде. 6 ай болды, түк істеген жоқпын. Ой, ертерек жиналайын деп жаңағы өз-өзін қамшылап әйтір 2025-тің жаңағы январь айынан сборға кіріп кеттім ғой. Ешнәрсе істемей, бірден кіріп кеттім да. Сол жерден бастап жаңағы дайындалып кеттік қой. Енді мен ойымша қазір жалпы спортшының мансабы ұзақ емес қой. Әрине ұзақ емес. Енді мына қазір мына жарыстардан келіп жатсыңдар, жарыстарға барасыңдар, олимпиададан кейін де сыйақы алдыңдар, басқа жарыстардан кейін. Енді осыны тиімді пайдаланып спорттан кейін де өмірі бар ғой. Әрине. Осы бір нәрсеге мысалы осыған кәсіп ашсам ба, или бір нәрсе істесем ба деп оқсатаға сондай жоспарларың бар ма? Әрине, иә. Өйткені енді өзіңе байланысты жалпы ол жерде ақшаны келіп сол жерде шашып жіберсең де болады. Иә. Жинап қалып, сол жерде рахатын көрмесең де кішкене жинап спорт карьераны аяқтаған кейін жаңағы ары қарай сол осымен не істесем ба деген сияқты ниетте жаңа болады ғой. Иә. Қорды жинап, ары қарай кейін спорттан кейін жалпы не бизнесмен болып кетсең де енді бизнесмен деген енді адам ішінде ой ғой жалпы, әйтеуір далада қалмайтындай. Енді біз енді спортшылар енді бізге енді өкіметтен айлық алып отқаннан кейін спорттық карьераны қойғаннан кейін бізге ешкім ақша төлемейді ғой жалпы. Сонда ойлап қоясың. Сол себептен енді бұл келіп жатқан жаңағы сый сияпат бар, өкіметтен берілген бар, әйтеуір барынша әйтеуір ысырап қылмай, әйтеуір жаңағы көп қой жаңағы үй алып тастасаң да әйтеуір. Иә. Сондай жаңағы ойлар келіп қолдан келгенше әйтеуір істедік қой жалпы айтқан кезде. Демалыстың ба? Отбасыңмен бір жерге шығуға мүмкіндік бар ма жылдың ішінде? Әлде сендер жылына сол жарыстан жүре бересіңдер ма? Енді айтып жатырмыз ғой жаңағы 365 күн сбор жарыстамыз. Үйге келеміз, киім ауыстырып кетуге, киім жуып кетуге ғана келеміз деген сияқты айттым ғой. Енді бос уақытта әрине үйге барам. Үйге барған кезде тек уақытымды кейде достарым да ренжіп жататын жерім түсінбейтін шығар деймін кейде. Біреу түсінуі мүмкін. Енді әйелің қасынан шықпай қапты ғой деген сияқты әңгімелерді болуы мүмкін ғой енді. Енді ол бала шағамызды қарап отқан әйеліміз үйде. Иә.
бүкіл қазір енді еркектің ісінде әйелдің ісінде олар істеп отыр ғой үйдегі Әрине. келіншектеріміз жаңағы бүкіл үйдегі жаңағы жауапкершілікті әйелдер алып отыр. Сол үйге барған кезде барынша сол бала шағама көңіл бөліп әйелім жанында жаңағы бірге серуендеп әйтеуір қасында боламын да әйтеуір кешке жаңағы уақыт болса кешке балалар звондайды нелер достарымыз көп қой анда Иә, иә. класстас бар группалас бар деген сияқты палчандар бар дегендей ше Иә. жігіттер енді шақырады мен кешкісін бара алмаймын жігіттермен Иә, енді өз бір келіп қалсаң не болды келсейші деп оларды да ойланып қаласың да үйде бір екі ақ күн боласың кешке лучше бала шағаның қасында әйтеуір Иә, отбасының қасында болып жаңағы иә садик болса садикке кішкене бір екі күн жібермей бала шағаның қасында болып барынша әйтеуір көңіл бөліп кетеміз әйтеуір. Өзіңнің былай бір спорттан тыс өзің ұнайтын спорт түрлері бар ма, шұғылданатын жаңағы хоббиің бар ма деген сияқты? Иә. Мен негізі спорттан бөлек баяғыдар енді осы олимпиадаға дейін жас кезде негізі спорт қалай қол босайды көбінесе жиналып футбол ойнайтынбыз ғой. Футбол. Жігіттер келе салып, зумадан келе жатыр, футбол қашан деп ше. Футбол ойнайық деп. Сол футбол ойнайтынбыз көбінесе. Одан кейін өзім демалысымда көбінесе сол Алматыда болғаннан кейін Алматының бір-ақ нәрсе ғой, пайдаланатын тау ғой. Иә. Көбінесе тауға мен жаңағы медеуге барып, жаңағы баспалдақпен шығып, ары қарай мұздай суға түсіп, сол жерден жаңағы горелик деген бар, сол жерде турник брусяң істеп, таза ауада жаңағы бала шағада. Ол да спортпен байланысты. Ол спортпен байланысты, таза ауада. Оның өзі бір не ғой, бір керемет демалыс қой негізі түсінген адамға. Таза ауада. Алматыда тұратын адамдар соны пайдалану керек қой спортшылар жаңағы. Отбасыңнан, артыңнан спорттан ізіңді басқан балаң бар ма? Енді мен қазір балаларым үлкен қызым 5-те, одан кейінгісі 3-те, одан кейінгісі 1-ден асып жатыр. Қалайсың ба енді спорт? Енді өзім жайлап қарап отырам да, спортқа икемділік сыртынан қараймыз ба, әке болған екен жаңағы. Қай жаққа икемді сыртынан қараймыз жаңағы. Спортқа икемділік барсақ та көреміз енді өскеннен кейін спортқа да алып кетіп жатса, біреуін спортсмен, біреуін жаңағы оқытып деген сияқты көп қой енді. Иә. Енді спортшы болған қарсы емеспін жалпы айтқанда. Әрине, Таңдау өзінде денсаулық кепілі ғой. Денсаулық кепілі. Жаңағы қимылдарынан көріп қаласың да жаңағы мінездерінен кейде мінезіне қарап қоясың. Енді бәріміз де спортпен шұғылданып, бәріміз кәсіби спортшы болып кеткен жоқпыз ғой. Иә. Бірақ спорт керек, иә? Қыз бала болсын, ұл бала болсын. Қызыма да қараймын. Енді менің келіншегім де әйелім де спортшы болған жаңағы. Каратэден жаңағы мастер спорта болған, мирлардан орнаған дегенде ғой. Маған тұрмысқа шыққаннан кейін бәрін тоқтаттық қой. Иә. Екеуміз де спортшы, естіп атамыз ғой, екі спортшыдан енді қанда болғаннан кейін енді бәрі балаға беріледі ғой деп беріледі дейді жаңағы. Бір жағынан соны ойлап қоямыз. Бұйырса ниеті болса спортқа береміз. Міндетті түрде дзюдошы болу. Дзюдошы емес, жалпы спортпен айналысқан көреміз ғой. Көрініп тұрады жалпы әке деген негізі ата-ана деген өзінің баласын бірінші мақсатта білу керек қой, көзбен көру керек, қай жаққа жақын, спортқа ма, білімге ме, өнерге ме, көп қой басқа да сондайды көре білу тиіс деп ойлаймын да ата-анаға. Біреулер бар ғой мысалы, баласын көрініп тұрады, спортқа әкеле береді, алып келе береді, ол баладан біз сыртынан көрініп тұрады, спорт шықпайтын ше мысалы. Спорт шықпайтын болғанда икемі ниеті болмай тұрады да, енді ата-анаға бәрі айтыр. Осы спортшы болсын, чемпион болсын деген ниет көп қой енді ата-ана. Иә, оны жақын бірақ көргенде кішкене не болып тұрады да, сәл дене бітімі, аяғасы ниеті болмай тұрады да. Сол үшін жаңағы баланы қарау керек сияқты ше. Иә, өйткені осы жақында спорттық медицина орталығының басшысын жаздым, сол дәрігер ретінде айтады да, спортшының баланың өзі қалау керек. Иә. Бірақ ата-ана өзінің арманын бала арқылы орындауға болмайды. Болмайды, иә. Осыны айта алмай жатырмын жаңағыдан. Соны түсініп тұрмын ғой. Сондықтан ойың дұрыс сол жерде. Жалпы егер спорт болмағанда қандай мамандық таңдар едің? Спорт болмаған. Мен енді өзімнің спорт болмаса адам біледі өзі қандай деңгейде қандай жаққа кетерін жаңа. Мен енді мұғалім ба болатын сияқты едім ше, мұғалім ба, бірақ өзіміз қазақ әдебиеті, тарих дегенді
кезінде ұбт тапсырған кезде өзіңнің жаңағы қай жағына қарай жақын екенін біліп тұрасың ғой. Математика жағынан жоқ енді. Бірақ сондай гуманитарлық жағына қарай сондай бір мұғалім ба сондай болатын шығармыз деп ойлап қойдым, спорт болмаса ше. Басқа білмеймін енді, бала кезден спортпен айналысқаннан кейін қиын да, қандай мамандық иесі бола алатынын елестете алмай жатырмын. Музыкальный қатыстым 2 жыл. 2 жыл қатыстым, тек қана бізде менде не екен да өзім. Мен негізінде ғұмарында ол домбыра қатыстым. Тек қана еңбекпен жаңағы күніге қайталап дайындалып, ноталар дайындалып барып тапсырасың жаңағы. Әр 90 сайын жаңағы не болады жаңағы не дейді? Тапсырасың ғой, ішінен тергендердің бәрін. Еңбекпен барасың, ал көршім бардың класстасың. Ерғали деген жігіт. Қазір қайтыс болып кетті енді, иман сол болса жаңағы. Ол ойнап жүреді да, барады да музыканы бит тапсыра салады да, біз болсақ дайындаламыз. Ол бізден жақсы орындап шығады ғой, жаңағы қарап, сыртынан қарап отырып. Бейімі бар, иә? Бейімі бар екен да. Соны 2 жыл қатыстық, тапсырдық енді баянды. Үйде кішкентай балаларды билетіп, әр есімде өлеңдер айтып, билететін дәрежеге жетіп қаламыз ғой музыканы. Кейін жаңағы спортқа нені аяқтап, оқуға түсіп келіп, жаңағы баянды ұстап қалсам, бір нота жоқ қой. Жоқ. Кетіп қалғанда жоқ та мен ешқандай. Соны постоянно қайталап тұрмасам жоқ болып кетер екен ғой. Ол жағынан бейімде жоқ екен да өнерге. Бүйтіп табайын десем келмейді ғой, до ре ми фа сол десем жоқ. Соны тағам егізіме домбыра тартып көрсем, ол да жоқ қой. Бізге постоянно қайталап отыру екен ғой, қалып қалу үшін ше. Тек спортта емес, басқада да қайталау керек дейсің. Иә. Енді өйткені сен еңбек, өзім ойымда сол тек қана еңбек қойдым, еңбекпен ғана. Еңбек. 1% талант дейді ғой, қалған еңбек дейді. Өзімді сол жағынан көремін да. Жалпы енді өзің айтып отырсың, жаңа Елдоспен біраз бір салмақта болдыңдар, мына Парижде де бірге болдыңдар, енді алла жазса, Лос-Анджелеске барсақ дейсің, жалпы Елдос қазақтың енді мақтанышы ғой, өзің сияқты, иә. Жалпы оның осы кезде, осы сен қазір күресіп жүрген кезде, осы құрамада болғаны, бұл жалпы команда үшін өте үлкен сыйлық сияқты, өте үлкен бір көмек қой команда үшін, сондай бір поддержка. Баяғыда енді кезінде өзіміз ұлттық құрамада жүрдік қой, ең кішкентай ғой жаңағы, бізден үлкен жаңағы. Енді қазір 20 жасар бала бар, ұлттық құрамада күресетін. 19 жасар балалар бар да, ұлттық құрамаға кірген. Мысалы біз қазір 34-ке келеміз бұйырса. Арамыз қанша жас? 14 жас, мысалы 13 жас. Бірақ ондай не болған жоқ, ары кетсе 7-8 жас болған ғой бізде, ұлттық құрамада жүрген кезде. Жаңағы үлкен ағаларымыз күресті қойды дегенде не істеп қалатынбыз ғой жаңағы. Ринат ағамыз бар, көп қой ағаларымыз. Жаңағы Максим Рак, Азамат Мұханов деген сияқты ағаларымыз күресті аяқтап жатыр дегенде өзіміз біртүрлі болып қалатынбыз ғой. Енді өзім сондай болатын, неге аяқтады екен? Ортамызда жүре берген дұрыс еді, кішкене мотивация алып, солардың әйтеуір дух береді. Жұмсақса барып келіп әйтеуір ағалардың жанында қызықты болатын ғой. Иә. Білмеймін, қазір енді өзіміз аға болған екен, баяғыда қызық бітіп деп қоямыз да енді. Біз ойлаймын да қазір жастар, тем более біз енді олимпиада чемпионы бар, олимпиаданың қола жүлдегері бар енді. Оларға бір артымыздан өсіп жастарға бір мотивация шығарып, бізден көріп. Біз мысалы олардың, мен өзім жаттығу жасаймын, олардың істегеннен әйтеуір кем болмаса, аз болмаса, жаңағы көп болмаса аз істемеймін ғой жалпы айтқан кезде. Нагрузкалардың бәрін бізден қарап, оларды бір мотивация алады ғой жалпы, қарайды. Біреулерін естіп қаламыз. Жас балалардың аға, үйсім еңбек етіп жатыр, қанша жыл болды дейді. Мен қазір істеймін, кейде сынып кетемін дейді. Қандай мотивация аласыз дейді маған. Соны айтасың, бізге қарап ақ мотивация ала берсе, сен болды деймін ба оларға ше. Істеп жатырық қой, болды. Дейді ары дұрыс айтасыз, ары қарай кетеді. Мен істеп жатырмын мысалы, жасымыз 34-ке бар. Сен соны бізге қара да, жаттығуың істеп болды деймін да, болды деймін. Қалай деп кейде сұрап, біздің жүргеніміз оларға бір не шығар, мотивация ғой негізі. Оларға олимпиада чемпионы, олимпиаданың қола жүлдегері жүру осынша жаста оларға бір үлкен бір не ғой, алға жүруге бір үлкен бір себепші ғой. Осман, мен осы уақыт тауып, мынау біздің студиямызға келіп, әрине біраз сұрақтарға жауап бердің, біраз жарыстар жайлы әңгіме қозғадық. Енді алдағы уақытта өзің баратын жарыстар, Азия ойындары болса, әлем чемпионаты болсын, болашақта олимпиада ойындары, сол жоспарлардың бәрі орындалып, әрқашанда тұғыры биігінен көріне беруін тек қана тілектесіп.
рахмет. Қымбатты көрермендер, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Өмірде болсын, спортта болсын, жеңістеріміз көп болсын.